1986 жылы 26 сәуірде Украинадағы Чернобыль атом электростанциясының 4-ші блогы жарылып, реактор істен шықты. Апат салдарынан радиоактивті заттар, соның ішінде уран изотопы, плутонин, цезий қоршаған ортаға таралды. Радиоактивті түтін аймақтан асып, оннан аса мемлекеттің жерін ластады. Кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Оның зардабы қаншалықты ұзаққа баратыны әлі белгісіз. 1986 жылы сәуір айындағы Чернобыльдегі апат әлемді дүр сілкіндірді. Бұл оқиға қаншама адамның тәнін ғана емес, жүрегінде де жара қалдырды. Чернобыль Украинадағы шағын қалалардың бірі. Мұндағы атом электростанциясы 1971 жылы салына бастаған. Жоспар бойынша 6 энергия блогының барлығы іске қосылған жағдайда ол Европадағы ең алып атом электростанциясына айналуы тиіс еді. Апатты жағдай бәрімізді. 1986 жылы 26 сәуір Мәскеу уақыты бойынша түнгі сағат 23-те әсемде ежелгі Киев қаласының небары 157 шақырым қашықтықтағы Чернобыль атом электростанциясында адам айтқысыз апат болды. Талайдың тағдырын шайқаған Чернобыль апатын заласыздандыруға Кеңес одағы бойынша 276 әскери бөлім қатысқан. Солардың ішінде әскерде жүргендері бар. Азаматтық борышын бұрын өтегендерден қайта шақырылғандары бар. Жалпы алғанда 30 мыңнан астам қазақстандықтар бір кісідей жан аямай ат салысты. Осы апатқа ауданымыздан Қуат Қаппаров, Бауыржан Белгібеков, Бауыржан Жетпісбаев, Ғабиден Әбішев, Ғабиден Искаков, Ерден Қуанышбеков, Жанділда Шалин, Жаппас Дәулетов, Жүсіп Мұсабеков, Қанат Торғаев, Мұрат Ибрагимов, Сансызбай Қарабалин жерлестеріміз қатысып, отан алдындағы борыштарын өтеп келді. Ол кісілерге зор денсаулық тілейміз. Ардагерлеріміздің еңбегі ел есінде.